Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгін сіздерменен бір жылдық КТП-ны жариялау бойынша нұсқаулық. Яғни біз бір жылға жариялап тастаған болатынбыз. Мысалы, КТЖ деген бағдарламаны ашайық. Сол жерде менде 11А. Көріп отырғаныңыздай, міне информатика сабағынан сабақ беремін. Бізде бір жыл бойы осы КТЖ-ны болмаса жариялаңыздар деді. Бірақ бізге 25 октябрь демалыс күні екенін айтқан жоқ болатын. Енді біз жариялап қойдық, бірақ ертесіне уже 25 октябрьді алып тастау керек. Себебі ол демалыс күнге деді. Енді осыны қалай жұмыс жасаймыз? Біз жариялап тастадық. Егер мынаның бәрін алып тастайтын болсақ, онда бізде КТП-лар жоқ болып кетеді. Ол үшін біз ең бірінші сол классқа кіріп, күнтізбелік жоспарға кіреміз және сабағымызды тексереміз. Бірінші тоқсан бойынша 8 сағат болу керек, себебі біздің рұқсатымызсыз 25 октябрьді алып тастағандығы үшін, болмаса бізге ескертпеген үшін алып тасталынған. Енді соны бір сабақты қалай жеткіземіз? Бұл 90 бойынша. Болмаса жылға қойып тексерсек те, біздің сағат санымыз шықпай қалды. Бірақ КТЖ жарияланып қойды, міне 30 сағат бір жылға. Енді оны жасау үшін біз ең бірінші кестеге кіреміз. Кестеге кірген кезде, міне сол кестенің бірінші 90-ын таңдап, толық кезеңдер таңдаймыз. Сол бойынша астыға түсіп, 25 қазанды қараймыз. Міне 25 қазан бізде мерекелік күн болып есептелген. Енді біздің бір сабақ жетпейді ғой. Осы сабақты біз 24-не қосамыз. Ол үшін қарап аламыз. Информатикаға екіге бөлінетін болғандықтан бірінші топта және екінші топта кім беретұғын көріп аламыз. Сол үшін көріп болған соң 24-ші қазанды басып, информатика пәнін жазып, бірінші топ деп беретін мұғалімнің фамилиясын жазамыз және сақтаймыз. Екінші топты да солай жасап қоямыз. Себебі оның да сабағы шығу керек. Информатика, екінші топ. Екінші топқа Хусаинова береді. Мысалы, міне К деп осы жерге жазып алсаңыздар, аты жөні шығады. Міне біз бұл жасауды жасап алдық. Енді қайда барамыз? Енді бұны жасап болғансын, біз баяғы өзіміздің жариялап тастаған КТЖ-ға кіреміз. КТЖ-да, міне көріп тұрғаныңыздай, 25-і бұл бізге керек емес. Сондықтан біз бұны өзгертеміз. Жариялаудан алып тастаймыз. Енді осы жердегі 25 октябрь бар ғой, сол жердегі бөлімдегі толық ақпаратты басып аламыз. Жоқ, толық ақпарат емес, қазір мына КТЖ-ның берілген тақырыптың ручкасын басамыз. Ручкасын басқан кезде, міне 25 октябрь деп тұр ғой, соны 24-не мен өзгертемін бір күнге. Сақтадым. Және бұл мына жерге сақталды. 24 октябрь болып, ешқандай менің еш нәрсем өзгерген жоқ, 24 сағат болып тұрды. Және жариялаймын. Үлестіремін. Толық жылға деймін. Біз алдында жариялап тастадық қой, сондықтан кезеңдерге өтемін және ары қарай. Үлестіру. Міне КТЖ-м үлестірілді. Енді сол класстың сабақ несіне кіріп шығамын. Менде міне 34-те 34 болып бәрі белгіленді. Енді 11-ның күнтізбелік жоспарына кірсем, міне бірінші 90-да менде 8 сағат келді. Ешқандай өзгеріссіз өзі түседі. Қателеріңізге жараса, сіздер де осылай жасап көріңіздер. Қайта-қайта жазып жүрудің қажеті жоқ. Менің каналыма тіркеліп, өздеріңізге қалаған
тақырып бойынша, қандай сұрақ бойынша өздеріңіздің сұрақтарыңызды осы менің каналымнан алады деген үміттемін. Келесі сабақта кездескенше сау саламат болыңыздар.